Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бұл сабақта біз гуманитарлық бағыттағы 11-ші сынып әдебиет сабағында Сәкен Сейфуллиннің сырсандық өлеңін талдау жолдарын қарастырамыз. Сабақтың оқу мақсаты 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сондай-ақ сабақта жасанды интеллектіні кіріктіру арқылы оқушының сыни ойлауын дамыту әдістерін ұсынатын боламыз. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сырсандық өлеңін талдамас бұрын, сырсандық өлеңнің авторын кинокадр әдісі арқылы оның бейнесін танытып, оның шығармашылығы мен өмірбаянынан қысқаша мағлұмат беретін боламыз. Көз алдыңызға қыстың суық күні елестетсін. Бір вагон ішінде қолы кісендеулі, жүзі қатал, қайсар бір қазақ отыр. Ол ақын, ол халық үшін күрескен қайраткер. Алда оны азап, қуғын күтіп тұрғанын біледі. Бірақ жүрегінде жалын, елінің ертеңіне деген сенім бар. Бұл Сәкен Сейфуллин еді. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы Қарағанды облысы Ағадыр, қазіргі Шет ауданындағы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінде ұлттық жаңа поэзияның негізін қалаушылардың бірі. Оның Тар жол тайғақ кешу романы, Көкшетау, Альбатрос поэмалары, Ақсақ киік, Аққудың айрылуы және көптеген өлеңдері бар. 1938 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны. Ақын қазақ мәдениеті мен әдебиетінде ұлт рухын көтерген қайраткер. Әрі қарай сабағымызды қызығушылығын ояту сәтімен жалғастыратын боламыз. Бұл жерде сырсандықты аш әдісін қолданамыз. Мұғалім үстелдің үстіне әшекейлі сандық қояды. Ол сандықтың ішінде 5 кілт бар. Әр кілттің бір сұрағы болады. Егер оқушылар сол сандықтағы кілттегі сұрақтардың жауабын айтатын болса, келесіге көше отырып, 5 сұрақтың жауабын құрастыра отырып, Сәкен Сейфуллин сырсандық атты өлеңіне арқау еткен тақырыпты табатын боламыз. Бірінші сұрақ: досыңа, жақыныңа деген сенімді білдіретін шынайы сатылмайтын қасиет қалай деп аталады? Екінші сұрақ: екі адамның бір-біріне деген сыйластығы мен сеніміне негізделген баға жетпес сезім қалай аталады? Үшінші кілттің сұрағы: жүректе сақталып, әркімге айтыла бермейтін адамның ішкі құпиясы не деп аталады? Төртінші кілттің сұрағы: адамды шынымен түсіну үшін оның ішкі әлемін, ойын, сезімін ұғу қабілетті қалай атаймыз? Бесінші кілт сұрағы: халықтың ойын, сезімін, арманын өлеңмен жеткізетін адамды қалай атаймыз? Міне осы ашылған сәтте балалар мен мұғалім осы 5 ұғымды байланыстыратын ойларды неге ақын сырсандыққа арқау етіп алды деп сұрақ қоя отырып, өлеңнің тақырыбын ашатын боламыз. Сабақтың негізгі бөлімінде сырсандық өлеңін мәнерлеп оқимыз. Өлеңнің мағынасын түсіну үшін өлеңді 2 бөлікке бөліп, оларға сұрақ қою арқылы оқушылардан жауап аламыз. Оқушылардан алынған жауаптан ақын өлеңіне арқау еткен тақырыпты ашатын боламыз. Өлеңді мәнерлеп оқығаннан кейін бірінші бөлікке мына сұрақтарды қоямыз. Ақын жалған досты тауыққа теңейді.
Тауық жем болса ғана қазға келіп, жем таусылса қашып кетеді. Сол сияқты өмірде достар тек пайдасы барда ғана дос болады. Ақын мұнда қандай ой түйінді жасырып тұр? Жауап: пайда көнем достарға сенбей деген ой бар. Екінші бөлігіне нағыз дос. Ол сенің сырыңды сақтайды, қиын кезде қасыңнан табылады. Нағыз досқа жүрегіңді ашуға болады дейді. Ақын мұнда шын достықты неге негіздеп айтады? Шын достық сенімге негізделген деген ой айтылады деген жауап алынады. Тақырыпты ашу. Ақын бұл өлеңде жалған достан сақтануды, шынайы досты бағалауды, адам жанын қазынаға, сыр сандыққа теңеуді үйретеді деген қорытындымен тақырыпты ашып шығатын боламыз. Сабақтың мақсатына жету үшін бірінші тапсырманы топтық жұмыспен атқарамыз. Ол мәселені анықта деген әдіс. Сыныпты топтарға бөлу арқылы әр топқа сыр сандық өлеңінен көтерілген негізгі ойды анықтаңдар. Сол ойды қазіргі өмірмен байланыстырып 5-6 сөйлеммен жазыңдар деген жалпы тапсырма беріледі. Бағалау критерийі: өлеңдегі басты ойды анықтайды, қазіргі өмірмен байланыстырады. Дескриптор: өлеңнен басты ойды табады, мәселенің бүгінгі өмірдегі көрінісін сипаттайды. Оқушылар осы тапсырманы орындау арқылы бірінші тапсырма. Сабағымыздың екінші тапсырмасы жұптық жұмыс. Мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан тану. Оқушыларға мынадай тапсырма қойылады. Жұбыңызбен бірге жеге мына сұрақты қойыңыздар. Сыр сандық өлеңдегі достық пен адалдықты қазақ халқының ұлттық құндылықтарымен байланыстырып бер. Екінші, жейдің берген жауабын дәптерлеріңе түсіресіздер. Үшінші, жауапты бірге талқылап жұбыңызбен қай тұсы дұрыс деп ойлайсыздар, қай жерін өзгертсе болады деп ойлайсыздар, және өздеріңіз ұлттық өмірде көріп жүрген тәжірибелеріңізден қандай мысал келтіретін едіңіздер. Бірлесе отырып пікірлеріңізді 7-8 сөйлеммен жазып беріңіздер деген тапсырма беріледі. Ұлттық жұмыстың бағалау критерийі: өлеңдегі құндылықтарды ұлттық мүддемен байланыстырады, жасанды интеллект берген ойды талдайды, толықтырады және өз көзқарасын дәлелдеп жазады. Дескриптор: жей жауабын қолданады, жауаптағы дұрыс және толықтыруды қажет ететін ойларды ажыратады. Үшінші, ұлттық құндылықтар тұрғысынан өз ойын 7-8 сөйлеммен жазады. Жұптық тапсырманың орындалуының ықтимал жауаптары үлгісі. Мұндай тәсілде оқушылар жейдің жұмысын қолданушы емес, ұсынылған жауабына өзіндік көзқарасы мен сыни тұрғыдан талдау рөлінде болады. Яғни оқушылардың сыни тұрғыдан талдау әдісі. Сабағымыздың үшінші тапсырмасы жеке жұмыс. Метафораны ұлттық деңгейде ашу. Өлеңдегі сыр сандық бейнесін ұлтқа қатыстырып түсіндіру. Егер сыр сандық ұлттың құндылықтары болса, оның ішінде қандай асыл мұралар сақталар еді? Оқушылар өздерінің ойларын жаза отырып, сыр сандық тапсырманы орындайтын болады. Сабақ барысында орындалған тапсырмаларға мұғалім мен оқушылардың арасында кері байланыс жасалынып отыратын болады және қалыптастырушы бағасын қойып отырады. Сабақтың соңында оқушылар өздерінің рефлексиясын, көзқарасын білдіреді. Ол рефлексия сыр сандығында не қалды деген әдіс арқылы орындалады. Оқушыларға парақтар үлестіріп беріп, оқушылар сабақтан алған бір маңызды ойын, бір әсерлі дәйек сөзін және бір сұрағын жазып сандыққа салады. Үй тапсырмасы: сыр сандық өлеңін жаттау. Менің сыр сандығым атты шағын эссе жазу. Оқушылар
эсседе өз өміріндегі құпия, сыр, арман туралы жазып келеді.